Сіздер менің каналыма бүгін сіздермен сникерс торт жасап көрсетемін. Жасалуы оңай, өте дәмді шығатын торт. Жасап көріңіздер. Енді бисквитін жасайық. Бізге керегі 5 жұмыртқаның ағын айналдыратын миксердің ыдысына саламыз. Ыдысымыз таза болу керек, ешқандай су, ештеңе болмау керек. Сарысын бір ыдысқа салып қоя тұрамыз. Ақ уызын қант салып жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның ақ уызын қантпен жақсылап араластырамыз. Тоқтатқанда венчиктен салбырап ағып кетпейтіндей етіп жақсылап 10 минуттай араластырамыз. Дайын ақ уызбен қантты араластырып болдық. Енді оны бір ыдысқа қоя тұрамыз. Сол ыдысқа енді жұмыртқаның сарысы мен қант салып жақсылап оны да араластырамыз. Сарысы қантпен айналып болғанға дейін какаомызды дайындайық. Какаоға қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Жақсылап какаоны ерітіп араластырамыз. Үстіне сұйық май құямыз. Ұнға 2 қасық разрыхлитель саламыз. Енді жаңағы дайын болған какаомызды жұмыртқаның сарысы қантпен айналып жатқанын үстіне құямыз. Какаодан кейін ұнымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Міне барлығын жақсылап араластырдық. Енді осы массаға жаңағы ақ уызымызды салып, жақсылап силиконы лопаткамен асты үстіне етіп араластырамыз. Енді формамызға салып, 200 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Енді карамель жасайық. Бір ыдысқа қант, бір ыдысқа сливки құйдым. Сливкиді де қайнатып аламыз. Бір қайнайын деп жатқанда сөндіреміз. Қантымызды араластырып тұрамыз осылай.
Сливкиді байқап тұрамыз. Қатты қайнап тасып кетпеу үшін екеуін қантты да қарап араластырып тұрамыз. Міне қант еріді. Жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы қайнатып қойған сливкиді үстіне құямыз. Сливкиді құйғаннан кейін, екеуін араластырып болғаннан кейін үстіне сары май саламыз да тоғымызды өшіреміз. Карамельге арахисті салып, екеуін араластырамыз. Арахисті алдын ала духовкада пісіріп алдым. Кремін дайындайық, сливкиге қант салып, жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенше, сосын творожный сыр саламыз. Міне бисквитіміз дайын. Бисквитті формадан алып, үшке бөліп аламыз. Енді тортымызды жинайық. Бірінші бисквитімізді қойып, үстіне кремімізді жағамыз, ортасына жаңағы карамельді жағамыз. Тортымызға крем мен карамельді жағып шықтық. Енді тортты холодильникке қоя тұрамыз. Енді ганашын дайындайық. Шоколадты ертіп аламыз. Сосын жаңғақты турап, майдалап тураймыз да, сұйық май құйып, жаңғағымызды салып, араластырамыз. Дайын болған ганашты енді тортымыздың бетіне құйып шығамыз. Ганашымызды құйып болғаннан кейін холодильникке кем дегенде 3-4 сағатқа қоямыз. Бір күн тұрса тіпті жақсы болады. Міне тортымыз дайын.
Өте дәмді болып шықты, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.